Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында жұмсақ осындай өте керемет болып шығатын, екі есе көтеріліп, әдемі болып шығатын бауырсақтар пісіретін боламыз. Бар болғаны 10 минутта дайын болады. Ашты 1-2 сағат күтіп жүрмейсіздер. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Бізге ұн, жұмыртқа, тұз, қант, сода, сұйық май және де айран қажет болады. Алдымен барлық заттарымызды үй температурасында жылы жерге шығарып қоятын боламыз. Жасамастан бұрын ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Айранымызға 1 жұмыртқамызды, 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Айран бізде жылы болуы керек. Және де тұз, қантымызды, содамызды салып араластыратын боламыз. Қажетті құрамын описанияға мөлшерімен жазып қоямын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай әрі тез дайын болатын бауырсақтар. Осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде содамыз айранға түскеннен кейін реакция беріп, осылай айранымыз 2-3 есеге ұлғаятын болады. Яғни көбейіп, көпіршітін болады. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мінекей тура видеодағыдай көпіршіп 2 есеге ұлғайып көбейетін болады. Енді осы айранымызды ұнымызға құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Қоңырау батырмасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Алдыда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Үй жағдайында қарапайым рецепттер болады. Өте оңай әрі жеңіл жолдарымен де бөлісіп отырамын. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай алдында қасықпен араластырып алатын боламыз. Сосын қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды 5-6 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз иленіп болды, тынықтырып 5-6 минутқа қойып қойдым. Енді онан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Осы кезде майларыңызды қыздырып, қамырымызды жақсылап жайып алып, қатты жұқа, қатты қалың емес, орташа қылып жайып аламыз да пышақтың көмегімен кесіп, қызып тұрған майымызға жай отта пісіріп алатын боламыз. Мен ол жерін түсірмедім. Осылай кесіп алып, өз қалауларыңыз бойынша үлкен-кіші қылып кесіп алсаңыздар болады. Солай майымызда пісіріп алатын боламыз. Мінекей өте дәмді болып шығады. Қорықпай жасасаңыздар болады. Іші де сырты да піседі. Ас болсын, жасап көріңіздер.